Акшамлар қайыр сентябрінің 15 эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерінің мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Жамиде олған субъект терроризм дегел. Оғлымы қайтарыңыз. Бөлі язылы шиярнен ве оғлынан ресімі бастырылған футболкада сияси мабу Сервер Мустафаевнан анасы Венера Мустафаева Бақшсарайда бір кішілік наразылық кечірді. Оның сөздеріне көре оғлы ведегер сияси мабуслерге низбетен ярын Рус махкемесі адалетсіз үкім чықарajaq. Рус прокурорлары Бақшсарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 8 қырым татарыны 15-тен 21 елға қадар азатлықтан марум етмеге талап етті. Их сейчас обвиняют огульно. Им сейчас хотят, запрашивает, гособвинитель запрашивает 17 лет заключения в строгом режиме. И вот за это мы очень возмущены, не согласны с этим. Я хочу выразить свое, вот таким образом, хочу выразить свое недовольство. Хочу выразить то, что я не согласна с этим. Кто-то делает себе погоны, кто-то делает себе деньги. За это страдают наши сыновья, за это сажают наших сыновей. Вот знак протеста я сегодня вышла сюда. Показать, что все это ложь. Ни одно доказательство не было предъявлено обвинителям, чтобы доказать, что наши сыновья в чем-то виновны. Ярын Рус махкемесі үкім чықарған сон 35 бала чоқ елға бабасыз қала біле. Мемет Беляловнан бір баласы, Эрнес Аметовнан 2 баласы, Эдем Смаиловнан 3 баласы, Сервер Мустафаев, Серан Салиев, Тимур Ибрагимов и Марлен Асанов 4 бала бабалары олалар. Сервер Зекирияев есе 13 бала бабасыдыр. Түркиедегі Қырым татар диаспорасы чықарылған үкімлерге өз наразылығыны білдіріп, иштимай ағыларда видео мұражатлар дерчеттілер. Vicdanları yaralayan bu talepler, Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarının vatan Kırım'la ve orada yaşayan bu baskılara maruz kalan kardeşleriyle olan gönül bağlarını güçlendirecektir. Tutsak aktivistlerimizi desteklemek için Kırım'ın değişik yerlerde yapılan dua merasimlerine bizler de dualarımızla katılıyoruz. Biliyoruz ki vatan sevgisi imandandır. Öbür vatan minel iman hadisi şeriftir. Bütün bu baskılara rağmen kardeşlerimiz inandıkları dava uğruna geri adım atmıyorlar. Kardeşlerimizin bu haklı mücadelesine tepkisiz kalmalıyız. Onları sindirmek, bizleri korkutmak için yapılan bu saldırılara karşı sessiz kalmayalım. Bu saldırıları tüm dünyaya duyuralım. Gerekli videolar çekelim, yazılar yazalım, desteklerimizi herkese gösterelim. Kırım Tatar halkı asla teslim olmayacak. Yaşasın vatan Kırım. Яқшы мұнасебетлер ғайып етілген. Боле Украина президенті Владимир Зеленский Русияле ұлған мұнасебетлеріні Австрияға барғаны бақыт аңлатты. Евел біз бір екімізні аға қардаш кібі сая едік, ама 2014 сенесі Русия женг башлатып Қырым ве Донбассны ишғал еткенінден 14 bin Украина ватандашы өлдірілген сон достық мұнасебеті битті, деді Зеленский. Австрия президенті Александр Ван дер Белен Украина президентіне қол тұтып, оның девлеті ичбір вақыт Қырым ишғалыны танымай жақ деп қайдетті. Русия Украина арасында олған женгіні Авропа үшін ашық яра деді. Які стосунки? Ви знаєте, на жаль, ми втратили це слово. І втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалась війна на сході країни. Ми довгий час говорили і про ситуацію на сході України, і про Крим. Цей конфлікт – це така відкрита рана посеред Європи. Кележек сене девлет бюджетінде сүргін олынған халқлар ерлештіруі үшін пара исапқа алынмаған. Бұны Голос фырқасындан халқы депутаты
Рустем Умеров хабар етті. Оның сөздеріне көре әрсене девлет сұрғын етілген халықлар қайтарылмасы үшін, ақлары ряет етілмесі үшін пара айрайды. Ләкин кележек сене бюджетінде құмадды есапқа алынмаған. Рустем Умеров үкіметке мұражат етіп, бюджет лейхасына деңішмелер кірсетілмесіні талап етмеге ішандырды. Нагадую, що фінансування заходів, пов'язаних із поверненням, облаштуванням та відновленням прав депортованих осіб, має бути щорічно передбачено в Державному бюджеті України окремим рядком. Буду докладати всіх необхідних зусиль задля повернення цієї державної програми до проєкту держбюджету та виконання урядом своїх обов'язків перед кримсько-татарським народом. Сувтек ишгалжилер ордусына етішмей Украина қытасындан Днепр суы тек Қырым ишгалжилерден бошатылған сон беріле біле. Бөле Украинаның тышышлерін әзірлігінде Русия тарқатқан гуманитар фелекеті аққанда қаберге жауап берділер. Әзірлікте қайдеткенлеріне көре ишгалжилер Рус ордысына сув етмегенні гізлеп, Қырым сакенлеріне сув етішмей деп айталар. Уне берабер сув ярамадаға көчкен руслар чоқлашқанындан себепте етішмей қалды. Русия ярамадада өз ватандашларының сайысыны арттырғаны Арбиджина еттір. Констатуємо той факт, що під приводом гуманітарної потреби російській окупаційній владі в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об'єктів та підприємств військово-промислового комплексу. Очевидним є і той факт, що потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова, стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином. Инсан ақлары ве арбелештіру. Украина Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясының 75-ші сессиясына ежғал етілген Қырымнен бағлы яңартылған екі резолюция лейхасын азырлай. Бірлешкен Миллетлерде Украинаның даими темсілжі Сергей Кислица хабар еткеніне көре резолюция метінлері өзерінде ішда девам етмекте. Украина үшін резолюцияға не қадар девлет қол тұтажағы дегілде оның метіні ең пек мұйым деді. Є багато резолюцій Генеральної асамблеї ООН, які голосуються щорічно. В них змінюються тільки дата і номер, а текст залишається той же. Наші резолюції йдуть по висхідній. Завжди мають новий, іноді більш потужний контент. Руслар ишғал етілген Қырымда кешірген сайлаулар бойынша Сергей Кислица Бірлешкен Миллетлерінің баш катебіне мұражат берген. Өз мектубінде қайдеткеніне көре Русия сайлаулар тешкіл етіп, еткені қанунсыздыр халқара құқығы ве Бірлешкен Миллетлерінің низамнамесіні ве бір sıra резолюцияларға зыт келе. Русияны тежавуз девлет оларақ Украинаның топрақ бұтынлығы аққында Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы резолюцияларыны Меджлис фалиеті ясағына ләғу етме мечбур еткен халқара махкеменің қарарына еріне кетіріп, ишғал етілген ярымадаға халқара незаретшілер қойылмасы талабына бежермеге чағырдылар. Бірлешкен Миллетлер азасы олған 41 девлет темсілжісі Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары бойынша Шураның 45-ші сессиясында умми биянат қабыл етті. Олар Русияны инсан ақлары ве халқара гуманитар ұқығы бозылуында тағбек еттілер. Бұны Украина тыш ішлері назерінің бірінші мавина Еміне Джепарха беретті. Незважаючи на зусилля Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, сьогодні в Женеві міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засудило порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові. Меджлис Қырымдан көчкенлеріні Украинада кечірілежек ерлі сайлауларда иштирак етмеге чағырды. Қайдеткенлеріне көре район, шер ве кой шураларына өз намзетлеріні көстерген Қырым татар ве украинлеріні алғышлай жақлар. Ләкин намзетлеріні тек Қырым ве Донбасс ишгалжилерден азат етілігі үшін күрешкен фырқа жетвелерінде көстермеге чағырдылар. Меджлисте хабар еткенлеріне көре Қырым татар жемат тешкілатлары ве регионал меджлистерінен бераберлікте сияси фырқаларнен меслият кечірілген. Фырқалар ерлі сайлауларда Қырым татарларына өз сыраларында көрмеге істегені ярымада ишгалжилерден бошатылмасыны тез жай яқынлаштырыр деп түсінелер.
Меджліс кримсько-татарського народу вітатиме всіх кримських татар кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих або підтриманих у виборчих списках політичних партій України, діяльність яких спрямована на відновлення територіальної цілісності України та забезпечення її державного суверенітету в рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Бүгінден фырқалар ерлі сайлауларда иштирак етежек намзетлеріні көстере білелер. Намзетні бөлге комиссиясында қайттан кечірмек үшін 10 күн бар. Бұл сайлауларда яңа қайделер çalışacak. 10 биңден зияде сайлавчы олған шерлерде намзетлеріні тек фырқалар көстере біле. Рейлер әм партия үшін, әмде партия көстерген айры намзет үшін берілмесі мүмкін. Украинада вилайет, шер, койве, қасаба шураларында сайлаулар октябрьнің 25-інде кечірілежек. Киевде сентябрьнан 8-ні кечер кечесі көтекленген сабақ сияси мабус Владимир Балух ағыр алда мас стабиль вазиетте. Сағылығы бетерлешмей. Бұны халқы депутаты Ирина Геращенко екімлерге атиф етіп хабер етті. Шымды Владимир Балух суни комада болуна, оның башына операция yapılған еді. Від лікуючих лікарів Володимира Балуха, з якими ми на постійному контакті і від яких щоранку після обходу отримуємо оновлену інформацію. Пацієнт стабільно важкий, але без погіршення. Лікування триває. Полицияда Балух көтекленуынан 4 версиясын огренелер. Бұны сабақ сияси мабус Роман Сученко өз Facebook сайфесінде язды. Оның сөздеріне көре esas версиялар қаза, чапқанлық, интиқам ве аселет yapılған ұжымдыр. Украина шарқында бір арби водяной жыварында белі олмаған тертибатқа басып патлаған қаза мойындислік кишлер yapılғаны вақыт олған. Арби шымды хастаханеде. ОБСЕ незаретшілері Русия незаретінде олған женкеберлер өз позицияларыны арттырғанны қайдеті. Базы ерлерде 5, базы ерлерде есе 40 метрлі яңы траншеялар пейда олған. Танес вилетінде есе женкеберлер позицияларыны пекітіп, яңы бункерлер құрғанлар. ОБСЕ-нің матбуат меркезі тарқатқан малыматқа көре бүгін атеш-кес режимі бозылмаған. Від початку поточної доби станом на 12 годину фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші. Бойових втрат серед наших підрозділів немає. Украинада кечкен күнде ваманда аман-аман 3 bin insan коронавирус хасталығына ұғырады. 53 хаста вефат еткен. Ең чоқ хаста Тернополь, Харьков, Одесса вилаетлері ве Київ шерінде белгіленген. Ви бачите, що ковід не зупиняється. Єдине, що може його зупиняти і зменшувати кількість захворівших, зменшувати кількість людей, які кожного дня госпіталізуються в нашій лікарні з цим діагнозом. Це дотримання правил нової реальності, яка в нас зараз існує з початком пандемії. Ярмадада COVID-19 тест тарқалғанына бақмадан ишғалжілер сыңырланулар кірсетмейджек. Ишғалжілер ел башысы Сергей Аксенов білдіргенне көре, қызмет көстерген бизнес ве мектеплер қапатылмайжақ дистанцион шеклінде тәсілде олмайжақ екен. Пандемия башлағанынан берлі Қырымда аман-аман 4 bin insan COVID-19 хасталығына ұғырады. Күн күнден есе хасталарының сайысы артмаға девам ете. Бұл саатқа зұрылған сонки хаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм, атырден есе айырылмаңыз көрішкенже.